дінімізде бұл көршілерге қарайласу, көршіге көмектесу, немесе жалпы көршімен жақсы қарым-қатынаста болу деген бұл үлкен мәнге ие. Кейбір жерлерде тіпті жаңағы үлкен этаж үйлерде тұрып жатқан адамдардың өздері бір ауыл сияқты өзара бір-бірімен жақсы қарым-қатынаста. Әсіресе көктем уақытында жаңағыдай есіктің алдына үлкен қылып қазан асып, көрші қолаң отырып жайғасып, сол жерде бір-бірімен танысып, шүйіркелесіп, әңгімелесіп жатады. Ондай жерлерді байқаймыз, көреміз. Ал енді кейбір жерлер болады, мүлдем бір-бірлерінен бейхабар. Кәдімгідей қасында тұрған көршісінің кім екендігін, не екендігін білмейді. Бір отбасыға басына қуаныш келсе, ең бірінші хабардар болатын көрші. Бір отбасының басына қайғы түссе де ең бірінші хабардар болатын көрші. Сондықтан да қазақ бір ауыз сөзбен айтқан ғой, ағайынның аты озғанша ауылдастың тай озсын деп. Пайғамбар алейхиссалату вассаламның хадисі бар екен. Үш түрлі көрші бар, үш түрлі ақылар бар дегендей. Бірінші көршінің бір ақысы бар, ол мұсылман емес көрші дейді. Ол мұсылман болмаса да бәрібір де ол көрші болғаны оған сен жақсылық жасау керексің. Екінші көршінің екі ақысы бар, ол мұсылман көрші дейді. Көрдіңіз, оған көршілік ақы бар және мұсылмандық ақы бар, міндетіңізді орындайсыз. Үшінші көрші, әрі сіздің көршіңіз, әрі мұсылман, әрі сіздің туысыңыз дейді. Ал бірақ бізде өкінішке орай мынандай түсінік қалыптасып келе жатқан сияқты. Ағайынмен алыстан сыйласқан жақсы деген сияқты. Жоқ, олай емес. Керісінше сіздің көршіңіз сіздің әрі ағайыныңыз болса, керісінше жақсы қарым-қатынаста болсаңыз, үш түрлі сауап аласыз деген сөз. Көрдіңіз бе? Сондықтан да көрші деген бұл үлкен ұғым ғой.